Қызанақтың құрамында адам организміне пайдасы мол В1, В2, В5, В6 және А дәрумені, Е дәрумені тағысы дәрумендері бар. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ гастритті емдеуге, жүрек қан тамыр ауруларында, асқазан ішек жолдары, іштің қатуы, қантты диабетке, семіздікке шалдыққан науқастар үшін құнды тағам. Қызанақтың жемісінен алынған шырыны тағамға пайдаланылады. Жеміс құрамында витаминдер өте көп. Қызыл, сарғыш жемісінің құрамында минералдық тұздар, С витамині, В және Р тобының витаминдері, каротин бар. Қызанақты тұздап, сүрлемелеуге де болады. Қызанақтың сұрыптарынан ғалымдар пайдалы химиялық элемент тапқан. Онда темір, мыс, калий тұздары көп. Қызанақ адам организміне пайдалы витаминдерге бай. Ересек адамдарда жиі кездесетін варикоз, гастрит, жүрек қан тамыр аурулары мен қан айналым жұмысын жақсартады. Асқазан ішек жолдары іштің қатуы кезінде аса пайдалы. Өтті тазартады, несеп айдағыш, ісік ауруларынан қорғайды. Зәрдің шығуын тездетеді. Қантты диабетке және семіздікке шалдыққан науқастар үшін құнды тағам. Қызанақ иммунитетті көтереді. Ара шаққанда дене күйіп қалған кезде екіге бөліп басса, ара 10 денеге жаймайды және күйіктің ыстығын алады.